Бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Мен сіздерге бүгін өзімнің үнемі кешкі асқа жасайтын борщтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Қазанымызға етімізді салып, суымызды құйып, газге қайнатуға қойып қоямыз. Қазанымыз қайнағанша бір пиязымызды турап аламыз. Одан кейін 4 дана картопымды осылайынан әдемілеп бөліп алатын боламын. Шілей қатты майда емес, үлкен емес, орташа қылып барлығын бөліп алатын боламыз. Картопты бөліп алғаннан кейін сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Осындай бір сәбізді қолдандым. Сәбізден кейін қызылшаны теркадан өткіземіз. Менде бұл қайнатылған салаттан қалған қызылшаны осылайынан теркадан өткізіп алдым. Негізі қызылшаны қайнатып алу міндетті емес. Шикі қызылшада бола береді. Одан кейін осылайынан капустамды, яғни мен жарты капустаны қосатын боламын. Өзімізге ыңғайлы етіп бөліп алып, әдемілеп турап алатын боламыз. Енді қазанымызға майымызды құйып, пиязымызды салып қуырып аламыз. Пияз кішкене қуырылғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Одан кейін оның үстіне қызылшамызды салып қуырып аламыз. Енді мына жерде біздің етіміз қайнады. Қайнағаннан кейін лавровый листтен 2-3 штук салып, керегінше тұз саламыз. Менде тұздалған ет болған соң азғантай тұз салдым да тағы да бір қайнатып алып, үстіне картоптарымды салдым. Одан кейін бір араластырып жіберіп, бетін жауып тағы да бір қайнатуға жібереміз. Қайнағаннан кейін еттерімізді бөлек бір ыдысқа алып алатын боламыз. Еттерімізді алып алғаннан кейін қуырылған начинкаларымызды үстіне салатын боламыз. Біздің сорпамыздың түсі уже сразу қызыл болып шығып келе жатыр. Осылайынан барлығын салып аламыз да бетін жауып қайнатуға жіберетін боламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін үстіне жаңағы еттерімізді бөлшектеп салып, үстіне одан кейін капустаны салып, жақсылап бір араластырып аламыз да тағы да бетін жауып қайнатуға жіберетін боламыз. Қайнап шыққаннан кейін дәмін көріп, керегінше тұз салатын боламыз. Менде тұзы керемет болып шықты. Міне осылайынан уже менің кешкі асым дайын. Сіздерде міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәмі тіл үйіреді. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.